Саламатсыңдар ма? Бүгін 147-ші сабақты өтеміз. Бірінші тапсырма. Балалар саябақта ақшаларына төмендегі заттарды сатып алса, сатушы оларға қанша теңге қайтарады? Бірінші балада 1000 теңге, екінші балада 800 теңге, үшінші балада 700 теңге бар. Міне, болды 1000 теңге. 80 теңгеден 2 дана жүгер алды. 90 теңгеден 3 дана йогурт алды. 60 теңгеден 2 дана вафли алды. Енді қалды қанша теңге? Бірінші мына жұмсалған ақшаны есептеп алайық. Ол 550-ге тең. Енді басында 1000 теңге болды ғой. 1000-нан 550-ді азайтамыз, 450. Келесі 800 теңге бар балада, одан 550-ді азайтамыз, 250. 700-ден 550-ді азайтсақ, 150 есеп шықты. Екінші тапсырманы есептейік. Саябаққа кіретін балалардың билеті 70 теңге, ал ересектердің билеті 30 теңгеге қымбат. Егер 2 ересек және 3 бала билет сатып алса, ондағы ақша қанша теңге болады, соны есептейміз. Есепті шешу үшін бірінші 70-ті 30-ға қосамыз, 100. Бұл ересектерге жұмсалған билеттің бағасы екен. Енді 2-ні 100-ге көбейтеміз, оған қосамыз 3 пен 70-тің көбейтіндісін, 410. Есептің жауабы 410 төлеуі қажет. Үшінші тапсырмада амалдарды баған түрінде жазып есептейміз. Міне, бірінші екеуін көбейтіп аламыз. Сосын мына екеуін көбейтеміз. Шыққан мәнді 615-тен 432-ні азайтамыз, жауап 183. Екіншісі 124-ті 5-ке көбейтеміз, 620, оған 300-ді қосамыз, 920, одан азайтамыз 258-ді. Жауап міне. Төртінші тапсырмада мына төменде берілгендерді қолданып есеп шығарамыз. Дөңгелек ойыншықтың 6 данасының әрқайсысы 107 теңге тұрады. Қол ойыншығының 3 данасы әрқайсысы 102 теңге тұрады. Енді барлығы қанша теңге, соны анықтаймыз. Есепті шешу үшін 6-ны 107-ге көбейтеміз, 3-ті 102-ге көбейтеміз. Шыққан мәндерді бір-біріне қосамыз. Есеп шықты. Тапсырмасында 6 данадан әрқайсысы 107 теңге бар. 3 данадан 102 теңгелік ойыншық бар. Енді мына екіншісінен қанша теңгеге артық? Есепті шығарамыз. Кітапта көрсетілгендей, есептің жауабы 336 теңгеге артық. Екінші тапсырманың нұсқасын орындаймыз. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. 125 теңгеден 2 ересектер билетін сатып алды, 80 теңгеден 5 балалар билеті болды. Енді біріншісі екіншісінен қанша теңгеге артық? 125-ті 2-ге көбейтеміз, 250, 80-ді 5-ке көбейтеміз, 400. 400-ден 250-ді азайтамыз, 150. Есептің жауабы 150 теңгеге артық. Бесінші тапсырмада диаграммада қиял әлемі сабағындағы аттракциондар түрі мен саны туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақ құрастыр. Бірінші, ең көп адамдар саны қай аттракционда? Диаграммаға қараймыз. Ол сұрақтың жауабы отбасылық аттракционы екен. Ал ең аз адамдардың саны бар аттракцион ол балалар. Дәл осылай кез келген сұрақ қоя аламыз. Енді тапсырмасында осы диаграмма бойынша есеп құрастырып шығар делінген. Міне, балалар аттракционда 9 адам, отбасылық аттракционда 17 адам, экстремальды аттракционда 15 адам бар. Саябақта барлығы қанша адам? Есепті шығару үшін берілген мұны. Барлық аттракциондық адамдардың санын қосамыз, сонда 41. Есептің жауабы қиял әлемі саябағында барлығы 41 адам бар. Есеп шықты. Алтыншы тапсырмада мына төменде берілген теңдіктер дұрыс шығу үшін қажетті желідегі арифметикалық амалдар мен жақшаларды қойып есептейміз. Ал суретте не бейнеленген? Саябақта демалу мәдениетін қарастырайық. Бірінші, пісте немесе семечке шағуға болмайды, және түкіруге болмайды. Қоқыс тастауға болмайды, және гүлдерді, шөптерді рұқсатсыз жұлуға тыйым салынады. Енді есебіміз шығарайық. Біріншісінде
алдымен 3 пен 4-ті көбейту амалын қолданамыз. 12, 12-ге 5-ті қосамыз, 17. Келесі 3-ті 7-ге көбейтеміз, 21, 30-дан 21-ді азайтамыз, 9. Соңғы екі есепте 5-ке 8-ді қосамыз, 14-ке көбейтсек 52. 20-дан 5-ке бөлеміз 4, 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24. Есеп шықты. 7-ші тапсырмада қорапта түрлі түсті қағаздан жасалған 8 қызыл, 4 көк және 4 жасыл түсті ойыншық бар. Бізден сұрап тұр, кем дегенде бір түсті 4 ойыншық шығу үшін қанша ойыншық алуымыз қажет? Бұл жерде біз айта аламыз, барлығы бір түсті 4 ойыншықты шығу үшін біз мысалға біріншіден аламыз ойыншықты, ол қызыл болуы мүмкін, ол көк болуы мүмкін, немесе жасыл болуы мүмкін. Бұл жерде біз ең кем дегенде 8 ойыншық алуымыз қажет. Себебі мысалға біріншіден 8 қызылдың барлығын алдық деуіміз мүмкін, оның барлығы қызыл түсті. Келесі шығатын біздің түсіміз ол 4 бірдей ойыншық болуы мүмкін. Немесе тағы бірден сразу 8 бен 4 түсті 2 ойыншықты аламыз. Демек 12 ойыншықты алдық, сонда қалғаны 4-еуі бізде бір түсті болу шығады. Екінші нұсқасында кем дегенде бір-бірден қызыл, көк, жасыл түсті ойыншықтар болу үшін ең аз дегенде кем дегенде қандай санын алуға болады? Біз ең бірінші көп варианттан бастаймыз, ол 8 қызыл түсті. 8 қызыл түсті аламыз. Оған тағы 4 ойыншықты аламыз. Ол көк түсті болуы мүмкін. Тағы бір рет алған кезде ол жасыл түсті болады. Сонда біздің есебіміздің шартына сәйкес болады. Сендерге түсінікті болу үшін міне осылай жазып көрсетіп қойдым. 8 қызыл түстен 4 көктен алады, тағы біреуін алғанда ол жасыл болып шығады. Сонда кем дегенде біз 13 ойыншық аламыз. Есептердің барлығы шықты, сау болыңдар.